негізі болды спортты қоям жош. Жеңісті көбісі спортшы деп ойламайды дейді. Диалект сөздерге жақынырақ болып кетті. Низат дейді арасында қойшиш дейді. Ассалаумағалейкум көрермен. Дала ерлері жобасының кезекті санын назарға ұсынамыз. Бүгінгі спикер джиу-джитсу спортынан Азияның 4 дүркін чемпионы және әлемде 2 дүркін алтын медальға ие болған Нұрлыбаев Жеңіс Нұрбатырұлы. Жас талаптан шыққан жас спортшы жайлы жақынырақ таныс болайық. Дала ерлері болғаннан кейін енді далада сұхбаттасқанға не жетсін деп қойық. Жеңіс, ассалаумағалейкум. Қош келдің. Қазір өзіміз білетіндей туған жердесің. Батыстан демалысқа шыға салысымен осы жаққа ат басын бұрасың. Демалыс қалай өтіп жатыр жалпы? Демалыс жақсы, иә. Демалыста осы айдың басында келгем. Қазір демалыста кешемнің жанында демалып отырмық. Батыста жүруіңнің басты себебі негізгі демеушілерің сол жақтан, шатаспасам дұрыс па? Иә, негізгі демеушілердің бәрі Атырау облысынан. Атырау облысында жүргеніме бір 8 жыл болып қалды. Басты мақсаты мен Жеңістің спорт деп ойлап жүретін. Кейіннен енді Үштөбенің азаматтарынан сұрап білген кезде басты мақсаты Жеңістің спорт емес оқу болған дейді о баста. Сол жақта жүріп бағы ашылып үлкен ареналарға шықты деген қаншалықты рас әңгіме, осы өз аузыңнан естейікші? Иә, рас әңгіме. Негізінде мен өзім 11 класты бітірген кезде НТ тапсырып, сол НТ-дан Атырау облысында мұнай-газ университеті болатын. Сол жаққа негізі болды спортты қоям жош. Осы ауылда дайындалдық қой. Спортты қоям болды, сол жаққа барып, мұнай-газды оқып, саласында жұмыс жасаймын деген ниет болған негізінде. Сол жаққа барғаннан кейін спорттағы таныстарым бар, сол кісілермен барып жолығып, жаттығу жалғастырып кеттім де. Ол кісілер мені жаңағыдей жарысқа апарды, жарыстарға апарды, үлкен ареналарға шығарды. Содан кейін мен ары қарай Құдайдың қалауымен осында көп жеңістерге жетіп, содан кейін шүкір енді. Білім теңіз деген келісу керек қой негізінде. Білімнің арқасында осылай бағың ашылып, ол бастан оқуды мақсат қылып ең, бірақ биік ареналарға шығып жүрсің. Келесі сұрағым, негізгі джиу-джитсу спортына қызығушылығың қалай басталды? Мен естуім бойынша сен алғашында өзіміздің осы Қаратал ауданынан бастаған екенсің алғашқы жаттығуларыңды. Алғашқы ұстазың жайлы кішкене кеңірек тарқатсаң. Алғашқы ең бірінші джиу-джитсуға осы 5-ші класс оқып жүрген кезде, футбол ойнайтын сол кезде. Сол стадиондарда футбол ойнап жүргенде бір Әлішер деген жігіт болатын. Кішкентай кезімізде дос болдық. Сол айтты, осынса мен джиу-джитсуға қатысып жүрмін. Соны жүрсеші, джиу-джитсуға қатысасың ба деп. Содан кейін деп барып көрейін онда дедім де, сол джиу-джитсуға бардым. Осы Үштөбе қаласындағы Арна магазин бар еді, соның артындағы. Арнаны барлығы біледі ғой. Сол магазинден артында ағайдың залы болады, кішігірім. Жалға алатын, сол жерде? Жоқ, жалған өзіндікі болады. Өзіндікі болады. Өзінің магазин болғаннан кейін, соны жасап қойған ғой. Артында. Соған барып, жаттығу жасап, тренинг жасап, ары қарай дамып кетті. Кейін бірінші алғашқы бапкерім Қаратал ауданында көбісі таниды. Разбек Жақпеков деген алғашқы бапкеріміз. Біздің осында талай шәкірттерді дайындаған, осы Үштөбеде. Талай мықты жігіттерді дайындаған. Сол кісінің қолында өскенбіз. Разбек ағамыздың шынында да сол жаттығу залынан көптеген шәкірттер негізі түлеп ұшты ғой. Оның ішінде өзің де барсың. Жалпы айтқанда біздің Қаратал ауданында мен есімде бала кезде, мектепте жүрген кезде спортқа басым бөлігі дзюдоға баратын, күреске. Ол кезде легендарный тренер Роберт Андреевич десем жергілікті жігіттер жақсы біледі. Көбіміз сол ұстазға қызығып барлығы баратын. Күресу білетін де, білмейтін де. Бірақ джиу-джитсу кейіннен келді. Сол Разбек ағаларымыздың алып келгенінен бастап өрбіді ма бұл спорт негізі? Джиу-джитсу, джиу-джитсу кейіннен келді ғой, негізі Қазақстанға 2000 жылдары келді ғой деймін, шатаспасам. Джиу-джитсу осы Қаратал ауданына бір 2005, сол 2006-тарда келді. Разбек аға өзі алып келді. Оңға дейін негізінде көбінесе дзюдо болды ғой, Роберт Андреевич өзіңіз айтқандай, Роберт Андреевич болды. Ол кісі
Қазақ СССР-дан бастап әрине. жұмыс жасап келеді осы Қаратал ауданында. Содан кейін сол кісінің бәрі көбісі біледі жаңағы. Сол кісіге баратын дзюдоға. Өзімізде ол кісі Роберт Андреевичке тоже бардық, 1-2 ай тренинг жасап көрдік дегенде ғой. Содан кейін бірақ енді осы спортқа тоқталдың, иә? Осы спортқа джиу-джитсуға тоқталдық. Біз джиу-джитсуға тоқталып, сонымен ары қарай кете бердік қой. Соңғы жекпе-жегіңе келсек, жарыс қай жерде өтті, нәтиже қалай болды, осымен бөлісе кетсең? Соңғы жекпегім осы майдың 20 мен 28 аралығында Иорданияда Аман деген қаласында чемпионат Азия өтті. Сол жерде енді 3-ші орын алдық. Аллаға шүкір. Сол 3-ші орын алып, сол жерден қазір демалыста, сол жарыстан кейін демалыстамыз қазір. Сонда да ақырын жаттығу жасап жүреміз ғой. 3-те болса күштеп, 3-ші орынды алып 3-тебеге ат басын бұрдың. Иә, 3-тебеге. Естіп жатам, Жеңіс батысқа кеткелі диалект сөздерге жақынырақ болып кетті. Низат дейді арасында, қойшиш дейді. Сонда кәдімгідей басқа аймақтан басқа аймаққа ауысқаннан кейін әсер ете ме екен? Әдет болып қалыптасып қала ма сондай диалект сөздер? Иә, мен енді Атырауға 2017-те бардым ғой, 2017-тің аяғын сентябрь кезінде бардық. 8 жыл болды, иә? 8 жыл 2017-тен бері. Ол жаққа барғаннан кейін жаңа көбінесе о жақта Алматы сияқты емес, Алматыда жүрсең, салға көп жан-жақты адамы көп қой. Бірден жиналады ол жерде. Ана Атырауға барғаннан кейін тек Атыраудың адамдары ғана. О жақта сол барған сөйлескесін, Атыраудың адамдарымен ғана сөйлесесің. Диалект соң үйреніп кетті соған. Жаңа сборларға барған кезде тоже енді Атырау былай айтқанда 8 жылда Атырауда мысалы достарым көп та, мен араласатын достарым көп. Әрине. Олар көбінесе Алматыда келеді, сол Алматыда бірге қыдырып, бірге жүреміз. Содан кейін кішкене диалект кішкене былай айтқанда бұрылады ғой. Қалыптасады. Мысалы қазір Америкаға кетіп қалсаң да по-любому ағылшынша үйренесің ғой, сол сияқты ғой. Түсінікті, Жеңіс. Дубай, Түркия, Италия, Анталия көптеген шет елдерді аралап жүрсің. Иә, көптеген. Ол деген біріншіден үлкен жетістік әрине. Көп азаматтарға шетелге шығуы арман, бірақ оған да жете білу талай денсаулық, маңдай тер, оны жақсы білеміз. Сол шет елдің ареналарына сені шығарып, демеу беріп жүрген демеушілерің жайлы сөз қозғасақ, өзіңнің қазіргі бапкерің жайлы айтып бізге таныстыра кетсең. Иә, біздің демеуші қазір өкімет тарапынан бізге қолдау көрсетіледі ғой. Демеуші Атырау облысының спорт басқармасы көмектеседі бізге. Жаңағыдей содан кейін өзінің арасында бөлінген жаңағы жоғарғы спорт шеберлері деген не бар, бөлім бар. Солардың арасынан демеу беріледі бізге. Жаңағы қазіргі енді бапкерім Айбар Есенғалиев деген, Атыраудың тумасы. Атырау облысының тумасы. Қазір сол кісінің қол астында жүргенім уже Атырауға барғалы бергі сол кісінің қол астында жүрмін ғой, мен уже 8 жыл болды ағайдың жанында жүргеніме. Сол кісі енді біз енді ағай айтады, мына жарысқа барасыңдар дейді. Жаңағы демеуші, жаңағы қаржылай ағай өзі шешеді бізде. Көбінесе ағай шешеді, біз барып үйден сұрап, ондай жоқ бізде. Ағай өзі бүткіл жағдайымызды өзі шешеді ары қарай. Өкіметтен сұрайды, былай да жаңағы спонсорлардан да сұрайды деген. Сендерге талап тек қана жаттығу, дайындық. Аренада көк туды желбірету ғой. Бәрекелді. Иә. Жеңіс, мен естуім бойынша, осы Қаратал ауданында жүргенде де көптеген жетістіктерге жеткен екенсің. Бөлісе кетсең. Қаратал ауданында да жүрген кезде біздер көзде былай айтқанда жастар арасында болдық қой. Дұрыс, иә. Кішкентайлар арасында сол кезде облыстарды ұттық. Жаңағы чемпионат Қазақстандарда да 2-3 орын алдық. Чемпион Қазақстан болдық бір рет. Сондай болды. Енді жастар арасында да жетістіктер болды. Жастар арасында жетістіктер болды да, оны бірақ та қазір оны көп адам біле бермейді дейді, жастар дейді да қалады ғой. Көбінесе ересектерден кейін басталады да, жаңағы ненің бәрі, жетістіктің бәрі ересектен кейін бастап көріне бастайды. Жастар арасында көп көрінбейді ол ересек. Қанша жарыс ұтсаң да, әлем чемпионы болсаң да, сен жастар арасында кішкене білінбейді. Ал ересектер арасында ұтсаң, уже кішкене көзқарас бөлек болады. Осы қасиетті мекеннен шыққан көптеген сенің жақын достарыңды жақсы танимын, өз басым. Әңгіме арасында естіп қалып жатамыз. Бір көргеннен Жеңісті көбісі спортшы деп ойламайды дейді. Тіпті байқаусызда ерегесіп, артынан өкінген азаматтар да болды деген қаншалықты қызық әңгімелерге сенсек болады осы Жеңіс. Әлде бұл жеңіл салмақта өнер көрсеткеннен кейін көбісіне білінбей ма? Әлде өзіңнің қарапайымдылығың ба? Ол енді
былай айтқанда жеңіл салмаққа шығамыз ғой біздер енді. Иә. Қазіргі таңда мен осыдан 6 жыл ма 7 жыл бұрын 7 жыл 56 салмаққа шықтым. Ол салмақ қоямыз. 10 килограммдап, 8-9 килограммдап салмақ қоямыз. Биылдан бастап 62-ге ауыстым да. Енді жас не болып көрінеді, жас болып көрінеміз спорттың арқасында есін көріп, жаңағы жеңіл салмақта жүргеннен кішкентай болып көрінеміз. Білмеймін, қарапайымдылық деген енді қарапайым болғаннан кейін де дұрыс нетпей қалады. Келіспеушілік болады ғой. Болады. Келісем. Жеңіс, жалпы осы салмақ қууға келейікші. Спортшылардың ең бір қиын жұмысы дегенге өз басың келісесің бе? Өте қиын салмақ қуу деген. Біздерде андай ай сайын жарыс болады да, мысалға. Жарыстан жарыс. Сол кезде қиын да, бізге келеміз жарыстан кейін қайтадан салмақ қуамыз. Енді былай айтқанда салмақ қуып өткен кезде, жаңағы салмақ өлшеу рәсімінен өткен кезде бір қуанамыз. Бір марқайып қаламыз, мә күшті болып, депші, бір как не жарысты бір жүк түседі дейсің ғой. Жүк түседі, бір үстімізден жүк түседі, бір жүк түседі. Одан кейін барып жарысты ойлай бастайсың. Оғанға дейін жарыс туралы еш нәрсе ойламайсың ғой, тек салмақ қуып, рәсімнен өту керек, салмақ рәсімнен өтіп, ары қарай жарысты ойлайсың. Көбінесе бірінші салмақ қиын енді, салмақ қуу деген. Оңай емес. Оңай дүние емес. Алдағы жоспарларыңмен бөлісе кетсең, қандай дайындықтар жүргізіліп жатыр? Жоспар? Енді Алла бұйырса, халық енді 3 дүркін әлем чемпионы болуым. Енді Алла бұйырса соған жоспар, тренировка жалғастырып жатырмық. Жаңағы айтқандай 56 салмақта жүрдім ғой. Енді қазір 68 салмаққа ауысқаннан кейін фавориттер де басқа, қарсыластар басқа уже. Әрине, оларда жыл сайын ауысып отырады ғой. Жыл сайын ауысып отқаннан кейін бәсекелестік артады. Бәсекелестік артады, кішкене қиындай бастайды. Әрине. Салмақ ауыстырғаннан кейін күшін жете ма, жетпей ма дегендей уже. Өз салмағында жүрсең әйтеуір білінбейсің, қарсыластарды танисың, әйтеуір өтіп кетуге болады деп. Енді қазір үлкен салмаққа ауысқаннан кейін кішкене қиындауда, салмақ жинау керек. Сол енді былай айтқанда заслуженный мастер спорт деген бар ғой, жаңағы спортшылардың арасындағы заслуженный мастер спорт деген ең пик деген ойлаймын өзім. Сол пикті алсам, заслуженный мастер спортты алсам, сонымен жақсы болады. Соған жұмыстанып отырмын, соған енді. Басты мақсатың сол ғой. Басты мақсатымыз сол, заслуженный мастер спорт алуым. Өйткені қазіргі таңда енді заслуженный мастер спорт алмай жарты жеріне келіп 40-на шыдап 41-не шыдамай қалған тоже. Орта жолдан тастаған келмейді. Сондықтан енді ары қарай енді заслуженный мастер спорт үшін жұмыс жасап отырмық. Тер төгіп жатыр. Бәрекелді. Енді мына джиу-джитсу спортына қызығатын жастарға берер кеңесің болса, рұқсат болса, бір ауыз сөзің, көрерменге тілегің деген секілді, сонымен осы сұхбатты тамамдасақ. Жастарға айтарым тек қана еңбек бәрін жеңбек дейді ғой. Сол еңбек ету керек, қойған мақсатына ары қарай талпыну керек те, айтқанда до конца бару керек деген сөз. Соңына дейін. Мысалға қандай не бар, алдында жарыс бар, соның бәріне отан мен осы жарысты өтуім керек деп еңбек ету керек. Енді жанкүйерлеріме, нелеріме рахмет, мені қолдап. Енді көбінесе менде жанкүйерлерім осы Қаратал ауданындағы өзім туған туыстарым, нелерім. Серікбай есімді бір құрдасың айтпақшы, жеңісінен кейін үштөбе жазуында күтіп алу бір салтқа айналды дейді. Келін түсірген кезде олай қуанбаймыз дейді. Осы жайында айта кетші, шынында да бір қалыптасып қалған дүние болып қалды, байқайсың ба сол нәрсені? Көбінесе енді ол енді өзімнің осы туғандарым, жақындарым, жаңағы өзімнің туған әке-шешем, туған туыстарым, үлкен кісі, әулетіндегі үлкен кісілер, ата-апаларым, туған бауырларым бар, бәрі енді мен келатыр деген кезде жаңағы ол келатыр деген кезде қуанады. Жарысқа шығып жатыр деген кезде олардың бәрі тақымдарын біліп отырамын, мен уже тақымдарын қысып, бәрі нетіп отырады, демей біліп отырады. Содан кейін солар үшін де жарыстан ұтылғансам ұяламын өзім. Дұрыс, бәрекелді. Енді жеңілгенді жер көтереді дейді. Жеңісте, жеңілісте жеңіс өзің білесің, қатар жүреді. Шүкір, қазіргі таңда әлемнің 2 дүркін чемпионы атанып отырсың. Бұйыртса 3 дүркін чемпион атанып, үштөбенің төрінде тойлатуға жеткізсін деген тілектеміз. Бүгінгі күнге сұхбатқа үлкен алғыс. Рахмет, сіздерге де көп рахмет. Алла разы болсын, сіздерге де осы сұхбаттарыңыз тек қана өрлей берсін. Рахмет. Биік шыңдарды бағындыра беріңіздер сіздерде.
көрермендеріңіз көп болсын. Жалғыз үшті Қаратал ауданы емес, бүткіл Қазақстан көрермендеріңіз болсын сіздердің. Мақсат етіп отырмыз бұйыртса. Бүткіл Қазақстан сіздің. Ол қадірлі көрермен, өздеріңізге байланысты түкпір-түкпірге шығуға сіздерден сұрарымыз лайк, подписка, тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің сәл де болса қолдауларыңыз біз үшін үлкен тыныс, қадірлі ағайын. Келесі санында жолыққанша амандық болсын. Қымбатты көрермен, осы Дала ерлері каналына сәл болса да өзінің демеушілігін жасап жатқан Қаратал ауданының тұрғыны, қазіргі таңда Қаратал ауданының жастар таңдауы қоғамдық бірлестігінің төрағасы болып жүрген, өзінің жастарға деген жанашырлығын тағы бір дәлелдеп отқан Рахмет Қазынов Нұржан Нұрланұлына үлкен алғыс білдіреміз.